Ассалаумағалейкум, мұсылман жұртшылық. Жақында телеарналардың біріне қонақ неке жайында сұхбат беріп едім. Түсініспеушілік туындап жатқандықтан қайта жауап беріп кетуді жөн санадым. Біріншіден, шариғатымызда қонақ неке деген арнайы атау немесе некенің түрі жоқ. Дінімізде неке не дұрыс сахих болып есептелінеді, немесе бұрыс батыл неке болып есептелінеді. Дұрыс некенің шарттары ата-ананың разылығы, екі жақтың келісімі, куәгерлердің болуы, мәһір тағайындалуы және неке қиылып, осы некенің жариялануы. Осы кезде неке дұрыс сахих болып есептелінеді. Ал батыл неке дегеніміз, мысалы, куәгерлердің болмаса, немесе уақытша неке қиылса, бұл бұрыс батыл неке болып есептелінеді. Яғни, Алланың құзырында некеге жатпайды. Сұхбатта қонақ неке деген сөзден мақсат, сахих дұрыс некенің шарттарын айтқан болатынмын. Осы мәселені жан-жақты тереңнен түсіндірген болатынмын. Бірақтан сұхбат қысқартылғандықтан түсінбеушілік тудырып отыр екен. Қорыта айтатын болсақ, шариғатымызда неке не дұрыс сахих болады, не бұрыс батыл неке болып есептелінеді. Ал қонақ неке деген арнайы атау немесе некенің түрі жоқ екен. Алла Тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін.